Осы күні мәжіліс депутаттары зағиптардың және көру қабілеті бұзылған азаматтардың құқын қорғауға арналған келісімді қарады. Яғни баспа ақпаратын алуға мүмкіндігі шектеулі тұлғалардың кітаптарға, журналдарға, оқу материалдарына қолы толыққанды жетуіне мүмкіндік беретін Марракеш шартын ратификациялау туралы заң жобасын қарады. Бұл Марракеш келісімі өте маңызды заң. Жаңа Әділет министрлігі де айтып кетті. Ол біз 2 рет сұрақты қойдық. Бұл заңды нақты қабылданғаннан кейін кім жаңағы қарайды, кім тексереді. Осы заңның дұрыс екен. Ол кісі айтты, ақпарат және мәдениет министрлігіне бүкіл кітапханалар басқа да жататын болғандықтан тиесілі орган солар болады деді. Зағип жандардың құқы туралы сөз болғанда Алматы метросында болған жағдайды ескермей кету мүмкін емес. Естеріңізде болса, 10 желтоқсан күні Алматы метросының Абай бекетінде 26 жастағы зағип жігіт рельске құлап мерт болды. Көру қабілеті төмен азаматтардың құқы осындай қоғамдық орындарда қаншалықты қорғалып жатыр? Және заң аясында ол кісілердің құқын қорғауға қандай өзгерістер енгізуге тырысып жатыр? Енді қараңыз, әрине Қанаттың ата-анасына біз жаңа көңіл айтамыз. Және де мен қазір депутаттық сауал оқыған кезде де ол жерде де тоже қарастырылған. Осы менің қазіргі оқиын деп жатқан депутаттық сауалым осы жаңағы қолжетімге байланысты. Ең үлкен сұрақ қандай дейсіздер ғой? Ең үлкен сұрақ осы заңды орындалуында. Ол үкімет пен және жергілікті орындардың арнайы осы органдардың осы заңды дұрыстап, орысша айтады, интерпретация дейді ғой, дұрыстап соны пайдалануы, дұрыстап соны ұғынуы өте қиын. Жаңа Қанаттың құламайтын еді, егерде біздің алдындағы айтқан вагон мен жаңағы платформаның ортасындағы жаңағы арақашықтықты ол азайту керек.